Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жанар. Бүгін сіздерге осындай үйдегі бар заттармен жасалынатын батон нанның рецептісімен бөлісемін. Енді бұл нанның дәміне сөз жоқ, өте керемет болып шығады. Жұмсақ және де іштері толықтай піседі. Сары маймен жесеңіздер, ыстық нанды өте керемет болады. Мен солай жегенді өте қатты жақсы көремін және де осы рецептпен әрдайым жасаймын. Видеоны көрмес бұрын менің инста парақшама тіркеліп қойыңыздар және де видеоның соңына дейін қараңыздар. Нанға керекті заттар ұн, сүт, су және де дрожж, қант, тұз және де сұйық май керек болады. Сумен бізде сүтіміз жылы күйінде болу керек және де барлығын бірге араластырамыз. Ең алдымен сүтті, кейін суды және де тұзымызды, дрожжымызды, одан кейін қантымыз бен сұйық майды құйып бір араластырамыз және де ең соңында ұнымызды қосып қамыр илейміз. Ұнның мөлшері сіздерде қанша алады, ұн сонша саласыздар, яғни қолға кішкене жабысатындай қамыр илену керек. Қатты болып кетпеу керек, жұмсақ қолға сәл жабысатындай қамыр илеуіміз керек. Міне бізде осындай қамыр иленді. Енді осы қамырдың үстіне кішкене сұйық май қосып, тағы да бір қайтара илеп жібереміз. Қолымызға қатты жабыспайды, сонда сұйық май құйсақ, ұнды көп мөлшерден салып жібермейміз. Енді осы жұмсақ болып иленген қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағат қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін нанымызды пісіретін боламыз. Міне менің қамырым 1 сағат тұрды. Енді осы көтерілген қамырымызды 3-ке бөлеміз. Ұнды көп себуге қорықпаймыз, көбірек сеуіп, ұнды кейін қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Ұнымызды көбірек сеуіп және де қамырымызды жұқалап жаямыз. Кейін жайылған қамырымызды рулет тәрізді дәл видеодағындай етіп ораймыз. Міне қамырымызды осылай рулет тәрізді ораймыз. Кейін шет жақтарының барлығын ішіне қарай кіргіземіз. Барынша түзулейміз. Қисық болып қалмау керек. Егер де қисық болса, сіздерде жаңағы нанымыз піскен кезде қисық болып піседі. Сол себепті барынша түзу етеміз. Қалған нандарымыз дайын болғанша, жайып рулет тәрізді етіп орағанша біз бетін жауып қоямыз. Бұл дайын болғанша көтерілу керек. 3 нанымызды да осылай жайып, кейін орап, солай барлығын жасап шығамыз. Көтерілуге 15-20 минут қойып қоямыз. Кейін біздің осы қамырымыз, нанымыз көтерілгенде осылай бетін пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Кейін кесілген нанымызға 1 жұмыртқаны осылай жағамыз және де бетіне қалауыңызша кунжут, мак себуге болады. Нанымызды 170-180 градус пеште қызып тұрған пешімізге саламыз және де 30-35 минут аралығында пісу керек. Сіздердің пешіңізге байланысты, оның барлығы өздеріңіз пешіңізге қарайсыздар. Осындай қып-қызыл болып піскен кезде біздің нанымызды аламыз. Міне біздің нандарымыз пісіп шықты. Осындай қып-қызыл керемет болып пісіп шықты. Дүкеннің нанынан артық болмаса кем емес. Және де бұл жерде бір артықшылығы, бір қамырдан 3 батон осындай пісіресіздер. Сол себепті пісіріп көріңіздер. 3 нан көп десеңіздер, тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Бұл өте көп күн тұра береді және де қатпайды. Жұмсақ, жаңадан піскендей болып тұра береді. Мен әрдайым солай тоңазытқышқа салып қойып, асықпай осы нанды жей береміз. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып және де комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін видеоны көргендеріңіз үшін рахмет.